Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 22 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі. Тіл құдіреттік құрал іс-шарасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің мерекелік кешке өзге елдің патшасы келіп отыр. Патшаға сөз берелік. Тілдер патшалығына сайрасауды көптен көңіліме түйіп жүр едім. Соның бүгін түскен сияқты, мен қазақ тілі туралы білсем деймін. Сонау 5-6 ғасырдан бастап уақыт сынына төтеп беріп, бүгінгі күнге дейін жеткен Орхон Енисей, Талас сына жазулары қазақ тілінің кезінде өркендеп, гүлденген дәуірін айғақтайды. Қазақ тілі Әйтеке, Төле, Қазыбек билер сынды шешелерінді Абай, Жамбыл, Ахмет, Мағжан, Сәкен, Мұхтар сияқты алып ақын жазушылардың, Қажымұқан, Бауыржан батырлардың тілі. Қазақ тілі қазақтың жоғын жоқтап өткен Шоқан Уәлиханов пен Тұрар Рысқұловтай арыстың тілі. Туған тілім туралы өлең тыңдасам деймін. Туған тілім, балам тілі, өз тілім, туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Туған тілде сыры тірің жаным бар, туған тілде әнім менің саным бар. Туған тілім, тіл болудан қалса егер, жүрегімді сорып ақ аңдар. Ана тілім ұраным, ана тілім құралам, ана тілім болмас әді жыр енім. Балалар, мен сендердің оқыған өлеңдерінен тілдің құдіреті туралы көп нәрсе білдім. Рахмет сендерге. Мен барып өлеңді сынып көрейін. Тілдің құдіреті жөнінде қай ұлым хабардар екен? Әкесі бірінші ұлына қонаққа келеді. Тамақ салынып, ет асылады. Қарағым, ана естінен жақсы жен бір кесіп берші. Әрине сан ет дымды. Енді жаман жеріне сіп берші. Ты сәпейдің, ты сыныр ғой. Әкесі екінші ұлынан да осындай сый-сияпат көреді. Содан соң үшінші ұлына келгенде: Балам, жақсы жерінен берші. Үшінші баласы әкесіне тіл береді. Енді жаман жерінен берші. Үшінші баласы тағы да тілден кесіп береді. Қалай балам, жерінен десемде, жаман жерінен десемде тіл кесіп бердің? Ой, әке, жақсы да заман да ырыс керіс, өсекте осы тілден шығады. Екі ел ауызға, төрт елі қақпақ дегендей, әр адам өз тілінен сақ болса, ес оқыта ырыс керіс болмас еді басқа пәле тілден. Дұрыс екен балам. Бүгін көп нәрсені ұққындаймын, енді қайтайын. Айтарым ағанынан ажырама. Тіл адамды жақсы да, жағымсыз да көрсетеді. Тіл адамды өсіреді де. Ақын Сұлтан Махмұд Торайғыров сүйемнің туған тілді анам тілін, бесікте жанымда ақ берген білім деген өлең жолдарын ұмытпағандарым жөн.
жүрегімнің бөлшегі, қаның жаның тілінде, арын нәрін тілінде, ұмтыл он бөлуге, тілдің алып ғибрат, құлшынысы бөлінге. Ана тілін ертегін, ана тілін өркінін, ана тілін ертеңін, қадірле ана тілінді, жүрегінің бөлшегін. Рөлдерді дыбыстағандар: өлең оқығандар: Құрбанәлі Айлана, Ли Ясмина, Тумасов Сергей. Автор Сағынтай Анель. Патша Ищанов Арыстан, патшаның үлкен ұлы Супрунюк Матвей, патшаның үшінші ұлы Ерлан Алихан. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.